Күн үлкен сәскеде бақташы табынды тақырға еріп тастады да тарбиған қара шеңгелдің түбіне барып отырды. Бурыл таудың жалаңаш жартысынан шаңқ еткен бала бүркіттің үні естілді. Бақташы балапан іздемекке ой бір кетті. Сонан соң, мен қай бір құс бегедім деді. Шеңгелдің тікені көп, жапырағы сирек еді. Қауашығы пісіп, жел сәл зың етсе қоңырауша сыңғырлап тұр. Бақташы шақшиған күннен басын қорғалап, пиджагын шешіп алып шеңгелге жапты. Шашы сиреген төбесіне ғана жетерлік көлеңке түсті. Шеңгелдің түбіне қашып барып, ебелектің астын паналаған кесірткенің алқымы бүлкілдеді. Ертедегі алып айдаһардың жайылаған ұрпағы бақташының әрекетін бағып, кірпіксіз көзі тесірейе қалды. Бақташы кенеп торбадан жарты бөлкен нан, 2 шиша шығарды. Торбаны төсеп, тамақты үстіне қойды. Кесіртке бөтелкелердің күнге шағылсын жалтырағанынан жасқанып бұғыңқырай түсті. Бөтелкелердің бірі айран, бірі ақырған ақ-арақ еді. Кеше бақташы жұрттан жалақысын жинаған. Сиыр бас сайын айына 1 сом. Қолына түгел тисе әжептәуір ақша, бірақ қолына түгел тие бермейді. Қауымды даттап обалы не керек? Көп-ақ адалық ақысын тып-тинақтай таза береді. Тек қатша сияқты құдайдан безгендер болмаса. Қатшалар қалтасында ақшасы бола тұра, әй қалтырауық, келесі базарға дейін шыдай тұр жазған. Келесі базарда көнімді сатсам да сен құтылармын дейді. Бақташы сонда барып, осы қыстан бастап жекешені тастап, колхоздың малына кірмесем бе дейді. Бақташы арақтың ақ қаңылтыр аузын ашып, қырлы стақанға орталау құйып, ойланып біраз отырды. Бұрын осының аузын сүргіштеп қояр еді. Қолы от алған трактордың рулін ұстағып отырғандай дір-дір етеді. Сонда қырлы стақандағы арақ күздің қара суығы тербеген қақ суындай қалтырайды. Бақташы соны байқап қалып, көзін тарс жұмып, басын шалып қайта тастап жіберді. Ебелек түбіндегі кесірткі алдыңғы 2 аяғымен жер тіреп, зерлі мойын созып-созып қарады. Сәлден соң қатшалардың қорлығы ұмытыла бастайды. Таңғы салқын мен аңыздағы ажырыққа тойып алған табын тақырда тапжылмай жатыр. Бақташының бойы балбырап, ойы бозбала шағына сапар шегеді. Өмірдің тәтті бір кезі. Тәттінің көп тұрмайтын сияқты лезде өте шыққан бір заман. Көкірегінде көмілі жатқан бір арман. Көмілі жатқан шоқтың үрлегенде қызарғанындай, осындайда оқта текте сол бозбала шағы бір елес беріп кетеді. Содан бері де 40 жыл өтіп кетті. Дүниеден көп адам аттанды, дүниеге көп адам келді. Бір кезде конфискеленген байдың бой жетіп отырған қызының тұсына барып, өлең айтқан жас жігіт енді қалтырауық шал болды. Бірақ ол қылшылдаған жігіт кезінде де қалтырауық еді. Өмір бойы осы кемістігінен азап шегіп келеді. Бозаның бір жорасында әлгі конфискеленген байдың бой жетіп отырған қызының тұсына барып, біздің ауыл бурылдың төрінде отыр, өзің көрген баяғы жерінде отыр. Шынымен көңілің бізде болса, беу құдашы сағат сайын көрінде отыр. Қарағым-ай, қабағың-ай, ақ қағаздан аппақ-ай, тамағың-ай, деп шалқыған еді. Құдаша да құр ауыз емес екен, жеңгесіне қосылып өлеңмен жауап қайтты. Сол шумақтың бәрі түгел бақташының есінде қалмапты. Есінде қалғаны соңғы сөз еді. Құдажан қалтырамай жайыңа жүр. Жұрт сонда қыран күлкі мәз-майрам болып еді. Бақташ кірерге жердің тесігін таппай, боза сүзген тай қарағазанға түсіп біте жаздап еді. Жұбанышты жұрттан таппай, сол бір оттан іздеп, ісіп кеткенше іше берді. Жалғыз кемпір шешесі ғана: Жұмалы-ау, Жұмалы, Құдайдан тілеп алған жалғызым-ау, сенің қолыңды қалтыратып қойған әлгі Сәдірқұл жиен ғой. Кішкентай күніңде асыққа таласып талай ұрып ең. Қолың содан қалтырауық. Оның несіне қапа боласың деуші еді марқұм. Пиджактың қосада қандай көлеңкесі ауытқып, бақташының басына күн түсті. Селдір шашының арасынан шықтай мөлтілдеп шып-шып тер шықты. Келіңіз құдаша, деді бақташы арақ құйылған қырлы стақанды алға ұсынып, орнынан тізерлеп көтерілген болып. Ебелек түбіндегі кесіртке жалт беруге ыңғайланды. Бақташының көзінің алды кілегеленіп жұмыла беретін болды. Енді бүкіл денесімен ары-бері теңселіп, ая тоққан қаридай болып отырған соң, қолының майда дірілдеп білінбей кеткен сияқты.
Апырай, Құдаша, алмадыңыз ғой. Құдашада үн жоқ. Құдаша қазір бұдан 40 жыл бұрынғыдай Құданың бетінен алмайды, қалтырауық деп кемітпейді. Тамақ ақ қағаздай әппақ боп қырын қарап күлімсіреп отыр. Қыпша белі майысып, бұрымының ішін тарқатып, қайтадан өріп, арқасын асыра лақтырып тастап, көзінің қиығымен тағы да күлім қағып қарайды. Бақташы қырылыстаққан төңкеріп тастап, бөтелкені сарқып құяды. Келіңіз, Құдаша. Сый аяқты бұл жол кәдімгідей орнынан тұрып барып сұнбақ болады. Кесірткенің алқымы бүлкілдеген қоя қояды. Құйрығы жылтың етіп ебіректің ар жағынан өтіп бара жатып, артына бұрылып қарайды. Кесірткеге бақташы жақтан қауіптене қойған жоқ. Ол шөкелеп тұрып барып, апырай, Құдаша деп қайтадан былқ етіп отыра кеткен. Қауіп басқа жақтан келе жатқан сияқты. Ту сыртынан ат тұяның дүбірін естіп, кесіртке таяу тұрған бір түп теке сақалдың арасы сүңги жөнелді. Колхоздың қарауылы бұл адам ба, жым ба деп біраз тұрды. Одан соң барып атын шеңгелге байлап, бұқпалап басып, бақташының алдында шөкелеп отыра қалды. Алыңыз, Құдаша, деді бақташы. Келіңіз, Құда. Бақташы көзін бақшаң еткізіп ашып алды. Алдында шыннан адам отырған сияқты. Қалпақ па, орамал ма, Құдашаға мұрт шығып кеткен бе? Опырой, Құдашаның түрі бұл сияқты емес еді ғой, деді бақташы дауыстап. Құдаша ашылды бұның. Әй, Құда, сиыр қайда? Бәсе, Әбдіақыран екенсің ғой. Сиыр жусап. Бар болғыр. Табын тұтас жабылып жүгеріні жайратып жатыр. Жын шайтаныңмен сөйлесіп сен отырсың. Не жын айналдырды? Табынның жусап жатқан орында пырдай болып жасы жаппа ғана қалыпты. Бақташы масықтан ләзді айықты. Қарасаң келгір. Бақташы жуан таяқты шиіріп лақтырғанда, ешкі бас көк сиыр көзін жұмып тұра қалды. Таяқ тұқыл мүйізге сақ етті. Көк сиыр басын шайқап алып, жүгеріні салдырады, тағы арылап кетті. Аштан өліп бара жатқандай жүгерінің жапырағын жалмап, апандай аузын ілінген құлаштай тілімен шалып, ілінбеген мүйізімен қайырып, жапырып барады. Аттандап қатша жүр. Жайрағыл қалтырауық, жайрат менің жаялықтай жүгерімді. Қыпша бел Құдашаның демде бақырауық қисық кемпірге айналып кеткенін бақташы мойындағысы келмейді. Әй қатша, тілің о бастақ ас жеді-ау, бәрі өзгерді, бірақ тілің сол баяғы удай күйі қапты. Қарасаң иттің малы. Бақташының кемпірі жұпар колхоздың қарауылы әбдінің айтқан сөзіне сенер-сенбесін білмей, ернін сылп еткізіп, жер қозғалса қозғалмай есіктің алдында тұр. О, шойлы, аяқ шетін қуя әдетті қайдан шығайдың әй? Аяқ шенің не теңің? Құдашы шылдың шойлының, Құдашаңмен қатып қалғи. Жұмалы бақташы сиырларды жүгерден әрең айдап шығып, колхоздың көшесін шаңдата қуып келе жатқанда, оған шаңның арасынан тамағы ақ қағаздан әппақ Құдашасы тағы елес берді.